Көбелектің жұмбағы. Қуыршақтан шыққан Бронова аяқ қолын созып керіліп алды да жан-жағына қарады. Айнала жайқалған тал-терек, қызылды жасылды гүлдер. Көбелектің ұйқысы шайдай ашылды. Көңілі қатты көтерілді. Сықылықтап күліп, гүлден гүлге қонып, тозаңдарын шашып, ойнай бастады. Кенет ол біреудің сыңсып жылаған дыбысын естіді. Қараса, гүл сабағына сүйеніп алып, бір көбелек жылап отыр екен. «Сіз неге жылап отырсыз? Біреу ұрысты ма?» деп сұрады. «Кеше ғана мына гүлдің жапырағына жұмыртқаларын салып едім. Қарашы, оны қой жеп кетіпті», деп өксіді. Шынымен де гүлдердің тек бұтағы ғана қалыпты. Ана көбелекті қалай жұбатарын білмей, бұл да отыра қалып қосыла жылады. Ақыры жылаудан шаршап, екеуі екі жаққа кетті. Көбелек көңілсіз. Жұмыртқаларды қалай қойлардан қорғауға болады деп басы қатты. Ол өсіп тұрған қауыннан: «Қауын, сенің жапырақтарыңды қой жей ала ма?» деп сұрады. Қауын көңілсіз ғана: «Иә, қарашы, кеше өсіп келе жатқан өркенімді қой тілімен жұлып алды», деді. Қауынның шолақ боп қалған жапырағына қарай алмай, көбелек көзін басты да ұшып кетті. Ол қарбыздан: «Қарбыз, қой сенің жапырақтарың жей ала ма?» деп сұрады. «Әрине жей алады. Кеше түнде бақшаға кіріп кетіп, өсіп келе жатқан түйнектерімді шайнамай жұтып жіберді», деп көзіне жас алды. Көбелек биік боп өскен күнбағыстан: «Күнбағыс, сіздің жапырақтарыңызды қой жей ала ма?» деп сұрады. Бір күрсінген күнбағыс: «Сөйсініп тұрып жейді. Жапырағымнан жапырақ қалдырмады өзі», деді. «Қой жемейтін қандай өсімдік бар?» деп ойлап келе жатқан Бронова бақ шетінде жапырағын жайып, жемісін төгіп, өзі маужырап тұрған алма ағашын көріп қуанып кетті. «Мына биік ағаштың жапырағын қой жей алмайды», деп ойлады. Ол шыр айналып іздеп кеше көбелек тапты. Келе сала оған: «Қой жей алмайтын үлкен ағаш таптым. Енді жұмыртқаңызды сол ағаш жапырағына салыңыз», деді. «Ол қай ағаш?» деді көбелек көңілсіз. «Алма ағашы», деді Бронова көңілді. «Жұмыртқадан шыққан жұлдыз құрттарым ондай биік ағаштан жерге түсе алмай мерт болады ғой», деп көбелек кешегіден де қатты жылады. Бронова мына жайқалған жасыл әлемнен қой жемейтін бірде-бір өсімдік кездестіре алмай ұзақ ұшты. Талай тау мен көлді, өзен мен шатқалды, сарқыраманы, буғазды, тіпті мұхитты да артқа тастады. Өзі де әбден арып ашты. Бір кезде ол алыстан аласа бойлы бұталы ағашты кездестірді. Бар екпінімен ұшып жетіп: «Сіз қандай ағашсыз?» деп сұрады. «Бойы шап-шағын ағаш. Менің атым Юкка», деп жымиды. «Сенің жапырақтарыңды қой жей ме?» деп сұрады. «Жоқ», деп көбелектің сұрағына Юкка таңғала иығын көтерді. «Міне тамаша, міне нағыз керемет», деген көбелек келген ізімен қайта ұшты. Апта жүріп, ай жүріп, баяғы көбелекті іздеп тапты. Келе сала оған: «Соңынан ер, мен жапырақтарын қой жемейтін өзі аласа бойлы ағаш таптым», деді. Қуанып кеткен көбелек соңынан ерді. Екеуі ұзақ ұшып Юккаға жетті. «Бронова: Юкка, сіз менің досыма көмектесіңізші. Оның жапыраққа салған жұмыртқаларын қой жеп кетіп, қатты қайғырып жүр. Сіздің жапырақтарыңызды қой жемейтін болса, ол осында жұмыртқа салып көбеюіне рұқсат берші», деп жалынды. «Әрине, менен рұқсат. Бірақ біз тұқымы азайып бара жатқан ағашпыз. Бүгін жұмыртқасын бізге салғанмен, ертеңгі күн не істейді?» деді. «Неге азайып барасыңдар?» деді Бронова. «Өйткені өздігімізден тозаңдан алмай жүрміз», деп мұңайды Юкка. «Онда
сендерді біз тозаңдырамыз, деді Бруно. Алақай, деп Юкка қатты қуанып кетті. Сол жолы көбелек юкка ағашының гүлінің ішіне кіріп, гүл аналығын тесіп, жұмыртқаларын салды. Жұмыртқа салып болу бойына гүлінде тозаңдарды жинап, аққала жасағандай домалақтап алды. Ол домалағы басынан да үлкен болып кетті. Қанша ауыр болса да, домалақ жентекті арқылап алып, келесі гүлге ұшып барды. Қара тер, қан сорпасы шықты. Шамалы демалып, әлгі домалақ тозаңды гүлдің аналық аузына әрең көтеріп шықты да, аяғымен тіреп тұрып, аналықтың аузына тықпалай бастады. Сол сәт бір нәрсе жарқ ете қалды. Қараса, гүл ернеуінен дөу көзілдірік таққан бір адам басын қайта-қайта шайқап қарап тұр екен. Көбелек те оған қарап-қарап қойып, жұмысын жалғай берді. Жұмысын бітірген көбелек ұшып кетіп аз-кем тыныстады да, ауыр жұмысты көтере алмай көз жұмды. Көбелектің іс-әрекетін байқаған адам сол күннен бастап юкка ағашын бақылай бастады. Бірақ кеше көбелекті қанша іздесе де кездестіре алмады. Бірақ келесі көктемде ол жұмбақ көбелекті тағы да кезіктірді. Себебі Бруно көбелегінің ұрпағына анасының соңғы ісі табиғи түрде берілген еді. Сөйтіп олар юкка ағашын мәңгі мекендеп, әрі оны өздері тозаңдыратын болды. Ал көзілдірік таққан адам көбелектің бұл қылығын түсіне алмай келеді.